Қайырлы күн достар, оразаларыңыз қабыл болсын. Бүгін сіздерге арабтардың ерекше әрі дәмді тағамы маклюбе жасап көрсететін боламын. Каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Ең алдымен сиырдың етін осылай көбіктеп турап аламыз. Менде сүрленген ет, яғни тұздалған ет. Қызып тұрған сұйық майымызға етті салып, егер сіздің етіңіз сүрленбеген болса, онда татымына қарай тұз сеуіп, жақсылап араластырып, қақпағын жауып, 1 сағаттай бұқтырамыз. Енді ет бұқтырылып жатқан кезде көкөністерімізді тураймыз. Сәбізді, картопты және баклажанды осылай турап шығамыз. Баяу отта бұқтырылып жатқан етімізді қарап қоямыз. Шамамен менде 1 сағатта жұп-жұмсақ болып пісті. Енді қызып тұрған сұйық майға сәбізді саламыз. Екі жағы қызарғанша осылай қуырып аламыз. Осылай картопты саламыз. Екі жағы қызарғанша қуырып алатын боламыз. Одан кейін баклажан, яғни баялдыны осылай қуырып аламыз. Табанның түбіне аздаған сұйық май қалдырып, оған күрішімізді салып, жақсылап 2-3 минуттай қуырып алатын боламыз. Күрішті мен алдын ала жуып алдым. Енді қуырып алғаннан соң газға суымызды қойып қайнатамыз. Одан кейін пиязды осылай турап шығамыз. Енді маклюбе пісіретін табамызға жаңағы тураған пиязымызды қойып шығамыз. Маклюбе пісіретін табамыздың асты қалың менде. Шикі пияздың үстіне осылай жаңағы қуырып алған етті қойып шығамыз. Одан кейін қуырылған көкөністерімізді қойып шығамыз. Сәбізді, баялдыны және картопты қойып шығамыз. Қалауыңызша тәтті бұрышты да қуырып қойып шықсаңыздар болады. Көкөністерді орналастырып болғаннан соң, оның бетіне күрішті салып, осылай бетінен басамыз. Газға қойып қайнатып алған судың үстіне куркума, тұз, зираны саламыз. Осылай қайнаған суға салғаннан соң араластырып алып, газға қойған осылай маклюбеміздің үстіне жаңа қайнаған суымызды құямыз. Судың мөлшерін описанияға қалдырып кетемін. Өте көп мөлшерде құймаңыздар. Күріш батып тұрса жеткілікті. Су тартылғанша қақпағын ашып қойып 5-10 минутқа қойып алғаннан соң, су тартылғаннан кейін қақпағын жауып, осылай орамалмен жабамыз. Баяу отта газда шамамен 30-40 минуттай бұқтырамыз. Енді маклюбенің жан-жағына қоятын салатты дайындаймыз. Помидор қиярды осылай турап шығамыз. Оған тұз және жасыл пияз қостым. Жақсылап араластырып дайындап қоямыз. Баяу отта піскен маклюбені осылай ыдысқа төңкереміз. Егер сіздің ыдысыңыз керамика ыдыс болатын болса, маклюбенің ыдысының бетіне қойып барып төңкересіздер. Бұл жерде менде темір ыдыс. Осылай ақырындап бұрай отырып аламыз. Жан-жағына жаңағы салатымызды қойып шығамыз және қолдың айран қолдансаңыздар тіпті керемет болады. Мінекей достар, маклюбе дайын. Видеоны достарыңызға поделиться етіп қойды ұмытпаңыздар. Оразаңыз қабыл болсын.